Сәлеметсіз бе? Менің атым Қарабай Ақнұр. Мен ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтының деректер өңдеу жөніндегі маманымын. Бұл бейнеде мен жеке диеталық араласуға арналған орталық Азия тағамдар жиынтығы бойынша жұмысымызды ұсынамын. Ағылшын тілінде Central Asia Food Dataset атына қарай, бұл видеода мен CAFD қысқартылған аббревиатурасын қолданамын. ТМД-ға қатысушы мемлекеттер арасында тамақтануға байланысты өлім-жітім үлесі әлемдегі ең жоғары көрсеткіштердің бірі болып табылады. Калориясы жоғары тағамдарды, қаныққан майларды, қант пен тұзды үлкен мөлшерде тұтыну жүрек-қан тамырлары ауруларының, қант диабетінің, сезімдіктің және қатерлі ісіктің кейбір түрлерін жоғарылауына алып келеді. Сондықтан тамақтануға байланысты аурулар мен өлім-жітімді азайту үшін тиімді тамақтануды қадағалау өте маңызды. Тамақты тұтынуды бағалаудың заманауи әдістері көлемді кодтау және кейінгі талдау үшін көп күш жұмсауды қажет ететін деректерді жасайды. Дәстүрлі тәсілдері қолданудың тағы бір шектеуі адамдардың тағамдардың топтарының субъективті және сәйкес келмейтін жүктеуі. Соңғы жылдары визуалды деректерге негізделген азық-түлікті есептеу, компьютерлік көруді дамыту және смартфондар мен әлеуметтік медианы көбірек пайдалану арқылы маңызды зерттеу саласына айналды. Бұл платформалар суреттерді, рецептерді және тұтыну журналдарын қоса алғанда тағамға қатысты ақпараттың кең ауқымына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде бұл технологияларды диеталық бағалау, ақылды супермаркеттер мен мейрамханаларды құру және көру қабілеті нашар адамдарға көмектесу сияқты әртүрлі тапсырмалар үшін пайдалануға болады. Осы әлеуметтік тенденциялар мен технологияларды пайдалану, мысалы нақты уақыттағы тағамды тану және түсірілген тағам кескіндерін сенімді жүктеу, жекелендірілген диеталық араласуды қамтамасыз ету үшін кейбір жазбалар мен тамақ күнделіктерін кодтауды ауыстыруға көмектеседі. Біз осы слайдтағы суретте көрсетілген 42 тағам класын қамтитын 16499 суреттен тұратын бірінші орталық Азиядағы тағамдар жиынтығын ұсынамыз. Деректер жиынтығы интернеттен жиналған мәліметтерден тұрады. Деректер жиынтығын құру процесі 5 кезеңде орындалды. Бірінші қадам. Біз орталық Азияда жейтін ең танымал тағамдардың тізімін жасадық. Екінші қадам. Содан кейін біз танымал іздеу жүйелерінен және әлеуметтік медиа сайттарынан орыс және қазақ тілдеріндегі сұраныс сөздерін қолдана отырып 50 мыңнан астам сурет жинадық. Деректер жиынтығындағы аз ұсынылған сыныптарды қосымша кеңейту үшін біз YouTube'дағы рецепт видеоларынан тағам бейнеленген бөліктерін қиып алып, белгілі бір кадрларды шығардық. Үшінші қадам. Тағам бейнеленбеген суреттерді тазаладық. Суреттердің көпшілігінде бірнеше тағамдардың суреттері болды. Сондықтан біз аннотаторлармен RoboFlow платформасында әрбір тағам үшін шектеу жақтаулары мен қай тағам класына жататынын белгіледік және суретте көрсетілгендей кескіндерді қиып алдық. Төртінші қадам. Дерек жиынтығы әрбір сыныптағы суреттер арасындағы айырмашылықты анықтау және қажет болған жағдайда оларды нақты санаттарға бөлу үшін тексерілді. Мысалы, тұшпара тағам класын қуырылған тұшпара, сорпасыз тұшпара және сорпа қосылған тұшпара кластарына бөліп, соңғы деректер жиынтығында класс санын 42-ге дейін арттырды. Бесінші қадам. Деректер жиынтығын жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін барлық суреттерді екі деректер комментаторы және бірінші автор тағы бір рет бағалады. Орталық Азия тағамдар жиынтығы теңгерімсіз және әр класс үшін суреттер саны 99-дан 922-ге дейін өзгереді. Параметрлық эксперименттер үшін біз Food1K деректер жиынтығын қолдандық. Бұл ең үлкен ашық бастапқы деректер жиынтығының бірі. Біз деректер жиынтығын келесідей бөлдік. Үйрену жиынтығы 70%, тексеру жиынтығы 15% және тест жиынтығы 15%. Сонымен қатар деректер екі форматта болды. Ғаламтордағы суреттер мен YouTube бейнелерінен алынған кадрлар. Әр бейнеден бірнеше кадр алынғандықтан, модельді оқыту кезінде деректер ағып кетуіне жол бермеу үшін біз видеоларды үйрету, тексеру және тест жиынтықтарына бөлдік. Төмендегі кестеде CAFD, Food1K және олардың комбинациясына параметрлық эксперименттерінің нәтижелері берілген. Нәтижелер CAFD және Food1K деректер жиыны арасында бірдей кластар жоқ екенін және модельдердің өнімділігі төмендемегенін көрсетеді. Сонымен қоса, біздің деректер жиынтығымыздың жоғары сапасын көрсетеді. CAFD-дегі ең жоғары дәлдікке ResNet 152 моделін қолдану арқылы қол жеткізілді.
Food 1K'ге келетін болсақ, EfficientNet B4 моделі ең жоғары дәлдікті қамтамасыз етті. Ұқсас нәтижелер CAFD мен Food 1K үшін де байқалды. Төмендегі кестеде Орта Азия тағамдар жиынтығы бойынша ең жақсы және ең нашар нәтижелер көрсеткен тағамдар кластары келтірілген. Нәтижелер ұсақ түйіршікті кластар шатасуға келетінін және модельдің өнімділігін нашарлататынын көрсетеді. Мысалы, көкөніс қосылған кебаб тауық еті, көкөніс қосылған кебаб сиыр еті және тауық етінен шашлык. Сушки және ачичук сыныптары үшін бір дәлдік ұпайы алынды. Бұл тест жинағындағы барлық үлгілердің дұрыс болжанғанын көрсетеді. Кейбір ең нашар көрсеткіштері бар сыныптардың мысалдары және олардың ең шатастыратын сыныптары осы слайдта көрсетілген. Біздің GitHub репозиторийінде үйренген модельдердің салмақтары мен деректер жиынтығына сілтемелер бар. Төмендегі сипаттама өрісіндегі сілтеме бойынша өтіңіз. Назарларыңызға рахмет.